Күйеуі күнде кешігетін әйелдің құпиясы. Сәлем достар, сіздермен бірге жасырын сыр арнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Айнұр соңғы 3 айда бір нәрсені байқап жүрді. Күйеуі Нұрлан бұрын жұмыстан кешікпейтін. Сағат 18:00-де үйде. Ал қазір күнде кешігеді. Бір күні 9-да, бір күні 10-да, кейде тіпті түн ортасында келеді. Телефонын құшақтап жүреді, көңілді, бірақ үйде үндемейді. Айнұрдың жүрегіне бір ой кірді. Басқа біреу бар. Алғашында ол ештеңе демеді. Күліп қарсы алады, тамақ қояды, сұрамайды. Бірақ әйелдің жүрегі сезеді ғой. Бір күні Нұрлан жуынып жатқанда телефонына хабарлама келді. Экранда тек бір сөз шықты. Келесіз бе бүгін? Айнұрдың қолы дірілдеп кетті. Ол сол күні алғаш рет күйеуін күтпей ұйықтамады. Сағат 22:40. Нұрлан тағы шықты. Жұмыстан шақырып жатыр деді қысқа ғана. Есікті жапқан сәтте Айнұр да пальтосын киіп артынан шықты. Нұрлан таксиге отырды. Айнұр да басқа көлікпен соңынан ерді. Көлік қала шетіндегі ескі ауданға тоқтады. Қараңғы, тыныш көше. Нұрлан бір шағын ғимаратқа кіріп кетті. Айнұр жақындап барады. Есіктің үстінде кішкентай ғана жазу тұр. Балалар онкология бөлімі. Ол аң-таң болды. Терезеден сығалап қарады. Іште Нұрлан еденде отырған кішкентай қызбен ойнап отыр екен. Қасында тағы 4-5 бала. Балалардың бәрі ауру. Нұрлан қалтасынан ойыншық машиналар, тәттілер шығарып балаларды күлдіріп отыр. Бір қыз жүгіріп келіп, «Аға, сіз ертең тағы келесіз бе?» деді. Нұрлан күлімсіреп, «Келемін, сендер күтіңдер» деді. Сол сәтте дәрігер Айнұрдың жанына келді. «Сіз Нұрланның туысысыз ба?» «Мен әйелі едім». Дәрігер күлімсіреді. «Ол кісі 3 айдан бері күнде келеді. Өз ақшасына дәрі алып береді. Кей балалардың еміне жасырын төлейді. Бірақ ешкімге айтпауымызды өтінді». Айнұрдың көзінен жас тоқтамады. Ол күйеуінен күмәнданғанын есіне алды. Сол күні түнде Нұрлан үйге әдеттегідей кеш келді. Есікті ашқанда Айнұр оны құшақтап алды. «Неге жылайсың? Не болды?» деді Нұрлан. Айнұр басын оның иығына қойып, «Ештеңе, мен сенің қандай адам екеніңді енді білдім. Кейде біз ең жақын адамымызды ең соңғы болып түсінеміз. Сенім дәлелден кейін емес, жүректен басталуы керек». Сол түннен кейін Айнұр ұйықтай алмады. Ол таңға дейін бір нәрсені ойлады. «Мен күйеуімді мүлдем танымай жүр екенмін». Таңертең Нұрлан жұмысқа кеткен соң Айнұр жалғыз қалды. Ас үйде оның қалдырған күртесін жинап жүріп, қалтасынан кішкентай қағаз тауып алды. Бұл дәріхананың чегі еді. Сомасы 186 000 теңге. Күні кеше. Айнұр шошып кетті. Соңғы кезде Нұрланның ақша жетпей жүр дейтіні содан екен. Ол сол күні қайтадан ауруханаға барды. Кешегі дәрігер оны танып қалды. «Сіз тағы келдіңіз бе?» Айнұр ақырын ғана, «Мен көмектескім келеді». Дәрігер бір сәт үнсіз тұрды да, «Онда сізге бір нәрсе айтуым керек» деді. Дәрігер Айнұрды бір палатаға апарды. Төсекте әлсіз ғана жатқан шамамен 6 жастағы ұл бала. Басы тақыр, қолында жүйе. «Бұл әмір» деді дәрігер. «Нұрлан мырза ең көп уақытын осы балаға бөледі». Айнұр таң қалды. «Туысы ма?» Дәрігер басын шайқады. «Жоқ, олар алғаш рет автобуста танысқан. Анасы баласын ауруханаға апара алмай жылап отырған. Ақшасы жоқ болған. Сол кезде Нұрлан көмектесіп, өзі алып келген. Содан бері тоқтамады». Айнұрдың көзінен тағы жас шықты. «Ал әкесі қайда баланың?» Дәрігер ауыр күрсінді. «Әкесі тастап кеткен». Сол сәтте әмір көзін ашты. «Апай, сіз Нұрлан ағаның туысысыз ба?» «Иә, мен оның әйелімін». Бала әлсіз күлімсіреп, «Нұрлан аға жақсы ғой. Ол келген күні мен ауырмайтын сияқтымын». Айнұр сол жерде жылап жіберді. Кешке Нұрлан үйге келді. Айнұр алғаш рет, «Бүгін жұмысың көп болды ма?» деп сұрады. Нұрлан қысқа ғана, «Иә». Сол сәтте телефонға қоңырау келді. Ол бірден көтерді. Жүзі бірден өзгеріп кетті.
Қазір барамын, деді де күртесін ала шықты. Айнұр, не болды? Нұрлан тек бір ауыз айтты. Әмірдің жағдайы нашарлап кетіпті. Таңертең Айнұр таңғы шайын ішіп отыр еді. Нұрлан әдеттегідей жұмысқа кетпек болды. Бірақ бұл жолы Айнұр оның көздерінен бір нәрсені байқады. Ол әдеттегідей емес, бір нәрсе болды. Телефоны үнсіз қалды. Бала даусынан әлдеқандай қобалжу сезілді. Мен кешігіп кетемін, деді Нұрлан. Бірақ бұл жолы даусы әдеттегідей сенімді емес. Айнұр жүрегіне қолын қойып артынан шықты. Айнұр ауруханаға жеткенде Нұрланды көрді. Ол сол палатада тұрды. Қолында күртесімен дәрі-дәрмек. Әмір әлі төсекте әлсіз күйде. Дәрігер алаңдаулы. Оның жағдайы нашарлады, бірақ сіздің келгеніңіз ең бастысы. Нұрлан балаға қарап қолын алып сыбырлады. Сен күшей, мен сені қалдырмаймын. Айнұр тұрып қалды. Мені де кіргізші, деді ол. Нұрлан үнсіз басын изеді. Әмірдің жағдайы тұрақталған соң Нұрлан Айнұрға қарап, мен бұл құпияны ешкімге айтпаймын, деді. Бірақ сен білесің, мен күнде кешігетін себебім балалар менің өмірімде ең маңызды нәрсе. Айнұр көз жасын сүртті, бірақ жүрегінде жеңілдік сезімі болды. Мен түсіндім, сен нағыз батырсың, деді ол. Сол кезде Әмір әлсіз күліп, апа, мен сені жақсы көремін, деді. Нұрлан Айнұрға қарап күлді. Біз бірге бәрін жасай аламыз. Айнұр күйеуін құшақтап бір сәтте бәрі дұрыс екенін түсінді. Сенім мен махаббат ең күшті құпия екені дәлелденді. Кейде жақын адамдардың істерін түсінбей қаламыз. Шындықты білу үшін жүрекпен қарау керек. Сенім ең үлкен ой.